Ғылым бақыт. Ақыл, ғылым, бақыт үшеуі бірінен бірін артық жылғанын салыстырып таласады да сарапқа түседі. Сарапшылар оларға кеңес береді. Бірінші бақытқа. Сен тұрақсыз опасызсың. Орнына тыңдап талғамай қонасың. Қонғанды ісінтіп далдайсың. Судай тастайсың. Ақылмен байланысыңды нығайт, сонда ұзақ өмір сүресің. Екінші сарапшылар ғылымға былай дейді. Дүниеде сенен мықты ешкім жоқ. Қара тасты балқытасың қайнатып, дүние жүзін жайнатасың. Сақауды сайратасың, жоқтан бар жасайсың, бардан жоқ жасайсың. Алайда бар ғылымды өзіне бағындырғың келеді. Бағынғанды демде, әлекке саласың. Түзеу де, бұзу да сенен шығады. Ақылмен қарам қатынас орнат, сонда абыройлы ұзақ өмір сүресің, дейді. Сарапшылар содан кейін ақылға айтады. Дүниеге, адамзатқа сенен артық дос жоқ. Алайда ашу үстінде кіріп келгенде орныңды беріп тайқап шыға бересің. Ашу талқандап бүлдіріп кеткен соң кіресің де ашудың бүлдіргендерін ондайсың. Әуелі бастан орнынан қозғалмай отырсан, ашу сенен үстіне кірмеген болар еді. Барыңдар, ақыл сен адам бол, ғылым сен ат бол, бақыт сен қамшы бол. Үшеуін біріксең ешбір мұң мұқтаждарың болмайды, дейді.